Әлемді сан түрлі қырынан танытатын, жалыққанда жанына жылу болып, жалғыз қалсан тілсіз дос болатын, сан алуан қаламгерлердің қаламын қашаған, әрине ол кітап емес пе? Сіз соңғы рет қашан және қандай кітап оқыдыңыз? Есіңізде жоқ. Себебі сізде кітап оқуға уақыт жоқ. Негізі олай емес. Біз уақытымызды қалай өткізудеміз? Абай атамыз пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп айтқанындай, ғылымды кітаптан іздейік. Бір кезде үйге беттедім. Келе жатқанымды білдіріп, тамағымды бір кенеп алдым да, киіз үйдің алаша есігін айқара ашып, ішке кірдім. Не сөйлесті екен? Мен естімеуге тиісті қандай сөз болды ол? Дулат Исабековтың Гауһартас шығармасынан үзінді.